айтқан сөзімізден бастаймын. Мен осы Орадың ағасымын. Bir ауылдан боламыз. Oysa köşküyle tuğan bağırları yıkışıyor. Körçümün negizinde. En anası kula öldürüldü. Hürmetli köpçülük endi mına bugün Aybar'dın tuğan günü eken. Karasına Allah Teala'nın kudreti. Kurban ayttım soğan günün. O günü men para gibi bakıyor. Allah'tan tileytimiz ömürde sızak bol. Meyerimde sayıkalı bir jigit bolun karayın. Onun ömrünü Allah Teala'nın bakasın. Bärimiz sonun kızını görek. Жаңағы иманды бір жақсы азамат болсын қазақстан. Амин. Өздеріңе серік болатын өмірде сыйлық болсын. Бәріңізде осындай жақсылықты тілеймін. Жетпегендеріңіз жетіңіздер. Әл алдарында өмірлеріңіз бәріңіздің Алла Тағаланың берері көп. Мынау көпшілікті жинағанда адам көпшіліктің арасында қыдыр бірге жүр екен. Біреуінің болмаса біреуінің әумин деген сөзі батас тиіп қалады. Ол үшін біз той жасайтынбыз. Көпшілікті жинайтынбыз, қадалғанда тұрғасын. Енді осы балаға әрқайсысыңыздың тілектері қабыл болсын, жақсы азамат болсын. Жездем. Жездем ба? Оразғаны алғын. Айын ба? Оразғаны көріп қалам ғой. Мына бүгін немерелерінің туған екен, бір жағы тау болсын екен. Айын. Мына Құдайдың көрсеткен балалар аман болсын. Әлгі алда бере берсін. Senin balan aman olsun, yüzlerinin elleri sağ olsun. Ekevin, aydınlıkta ken kartay olsun, elleri çöverek çöp onların kolunu mayjalap, çaptılar türelerinde, dastarkanların keyin olsun, oyunlukluğun ardatmasın. Yüzden siz canlık olsun, sırtı malgat olsun o kaynı. Kıvırlar, cırların, ballar, ata, mama, papa de öşürde çapıla dursun. Nağaçlar sizlerge de çok ıskı olsun. Mına ay var endi. Aldından asıl var. Ay var. Budan keyin de bol olsun. Konaklarına, dastarkanda üzülmeyin toy olabilsin. Budan kızımızla atıp toy olsun. Aybar'ın okutup savunması oturursun ardından okutup koyunca satın. Bunu okup atsıp koyunca satın. Hayır bile koy bitmesin de. Ben daha ne açın. Arayımın mızrağına solardım. Çoğunu versin. Ал енді мына тойға келіп жатқан бәрілер тойшылық тауып, адамдарыңыз осы үйде құт береке ала келсін. Айбарымыз бір жақсы үлкен азамат болсын. Бақытты балалық шағы, тәтті күлкісі еш уақытта езуінен кетпей, бақытты өмір сүрсін. Оны өмірге алып келген әкесі мен шешесіне Алла денсаулық берсін. Айбардың арқасында солар көп биіктерден көріне берсін. Айбардың барлық жақсылығында өстіп жүре берсін. Айбардың жақсылығын жақсылыққа ұластырып, ұлықтап, қонақ шақырып, есігінің алдына елдің ырысын төгіп, берекесін келтіріп атқан апасы мен атасы аман болсын өмірдегі. Аспаны ашық, дені сау, салауатты өмір салтынан болатындай Қазақстанның көк туын желбірететіндей бір үлкен азамат болсын. Соның жақсылығын бірге көріп, бірге тойлап, бірге жүрейік. Қазір мынандай болып қой. Мына Алматы жаққа қаратай бала шағалар ақырын бүйтіп жүріп тартып алды. Ол аз болғандай мотордан үстіп шықты, ол аз болғандай 4 баллоның жарылды. Тәртірім қоса тесіледі екен оны Құдай айтқанда. Сонымен мына сорын ішейін десең іше алмайсың. Жейін десең де жей алмайсың. Ой, ол капитальный ремонтты балалар айына жасатып жатыр, сонда да түзелмейді. Қисық сөз күлкіге жақсы деп күлсін деп атқан ғой сіздерге. Бүгін енді шынымен де ерекше күн. Айбарымыздың туған күні. Жасқа толып жатыр. Жас болсын, сау болсын, азамат болсын, сіздерге қолғанат болсын. Аман есен өсіресің, көбейе берсін. Аман болсын.
денсаулық болсын, Құдай езікен қойып келеді. Ал енді қымбатты қонақтар, бүгін мінекей Айбар деген жігіттің жасқа толу қуанышына жиналып отырмыз. Құдағи немерелеріңіздің тойы құтты болсын, жастан жасқа жете берсін, зор денсаулық тілеймін. Алла амандығын беріп, сіздердің көз қуаныштарыңыз болсын. Сіздер қандай еңбек жасайсыздар, сол еселеніп кете берсін. Мына кіндік әке, кіндік мамасында құттықтаймын. Осы уақытта бәріміз қуанып, арқа-жарқа болып, больницадан алып шығып едік. Мінекей көзді ашып жұмғанша қандай қас-қағым сәт деген рас екен, иә? Бірдемде көзімізді бүйтіп кірпігімізді қаққанша бір жыл өтіпті. Алла бұйырса енді төрт көзім түгел сол баланың жаңағы барлық жақсылығын, жетістігін бөлісіп, ортақтасып, достықтарын нығая берсін. Біздер тілекшіміз нағашы деген. Жиеніміздің 6-шы жиен ғой, енді біздің қазірше кішкентай болып тұр, ішіндегі ең тәттісі болып тұр. Аман болсын. Әр немеремізге жүрегімізде орын ерекше бар. Әрқайсының орны бөлек. Көз қуанышымыз болып, тек дастархандарыңыз берекелі, үйлеріңіз мерекелі болып, Алла абыроймен жаңағы амандық берсін. Төрт көзіміз түгел сол жақсылықтың бәрін көре берейік. Нұржан мен Арай өте бақытты. Аллаға шүкір. Ана жақта әке-шешесі, мына жақта әке-шешесі бәріміз қолдап, тілеуші болып жүреміз әрқашан. Тілегіміз қабыл болсын. Бәріміз осындай жақсылық жұғысты болсын. Көбейіңіздер, бай, қуатты бола беріңіздер. Мына кісі сияқты стакан ұстамасам сөйлей алмаймын. Міне. Құрметті құдағилар, мыняқта Сәулехан тәте, Дәрбаяға бәріміз қуанышқа жиналып отырмыз. Кішкентай Айбарымыз бүгін бір жасқа келіп отыр. Айбарымызға тек дені сау болсын. Артынан тағы кішкентайлар келе берсін. Атасы мен апасы аман болсын. Әке-шешесі аман болсын. Бала әке-шешесімен бақытты дейді ғой. Әке-шешелер аман болып, артына ұрпақ жалғаса берсін. Біз сол ненің қуанышында жүре берейік. Кемпір мен шалдық мен мияққа қуалап жатыр ғой. Мен жазып мияққа отырайын десем. Сол енді көбейе берсін, өсе берсін баламыз. Нұржанымыздың ұрпағы. Ұрпағымыз жалғаса берсін. Тек қуаныштарда басымыз бірігіп отыра берейік. Тойлай берейік. Бәрлеріңізге денсаулық тілеймін. Деніміз сау, басымыз аман, бауырымыз бүтін болып, осындай кең дастарханда күліп ойнап жүре берейік. Сол үшін ақ қойыңыздар. Айбардың қуанышына жиналып отырмыз. Арайдың үлкен жеңгесі. Қуанышына жиналып отырмыз. Дені сау болсын, бақытты балалық тілеймін Айбарымызға. Артынан кішкентайлар ере берсін. Тек қана мына дастархандарыңыз жақсылыққа жайылып, осы тек қана Айбардың бағанағы несінде тілашары, содан арқата мектепке барған, сүндет тойы бар әлі. Тек қана жақсылық болсын үйде, қыз үйленіп, қызды тойға барайық, қызы орнына қондырып, тек қана жақсылық тілеймін сіздерге. Үлкендеріміз аман болсын, тек қана осындай дастарханда бас қосып жүре беріңіздер. Әмин. Söyleyeyim dakika. Fırsağa söyleyeyim. 45 minut. Алатау қаласына келіп отырмыз. Дені сау болсын, ең бірінші. Үлкен азамат болып, өсе берсін. Еліне, халқына қалаулы жігіт болсын.
Енді артынан іні қарындастар ере берсін. Бұл енді сіздердікі ғой, атасы мен әжесінікі. Арай мен Нұржан өздеріне ол қыздарын тауып алсын. Сол осы жерде отырған барлықтарыңызға, отбасыларыңызға аманшылық, осындай жақсылықтарда, тойларда басымыз қосыла берсін. Бар жақсылық. Енді бүгінгі мынау кішкентай Айбарымыздың туған күні құтты болсын. Сенімінен саулық тілейміз. Өмір жасы ұзақ болып, осы біздің әулетіміздің жалғасы, келген сайын айтамыз ғой, әулетіміздің жалғасы аман болсын, артан іні қарындас бере берсін. Не деймін, тек қана жақсылық болсын өмірінде. Ата әжелері, құдағилар, сіздер нағашы ақтасы, бәріктеріңіз аман болыңыздар, бәріктеріңізге амандық тілеймін. Сіздердің жолдарыңызды берсін, сол кішкентайларға өмірлі болсын. Енді барлықтарыңызге аспанымыз ашық болсын, өміріміз тыныш болсын. Осындай үлкен дастарханда, елінің саулығында ойнап күліп жүре берейік. Бұдан да үлкен дастарханда жайыла берсін осы үйде. Тек жақсылық болсын. Осы үйдің жалғасы ары қарай жалғастырып, үлкен бір әулет болсын. Айтқаныңыз келсін. Алада деген сөйлеп Араларына мен кіріп кеттім ғой келіп. құрметті қонақтар, Шынарайды мақтай беру керек. бүгін мына біздің кішкентай Айбарымыздың туған күніне бір жасқа жиналып қалған екенбіз. Айбар баламызға дейін сау болсын, егілмен құлқы кетпесін, жасына жас қосыла берсін, тек қана жақсылық болсын. Биыл бір жасына толған тойлар жасақ, келесі жылдары оқуға, бірінші классқа берген тойлайық, сүндет тойын тойлайық. Осы үйде тек қана жақсылық тойлары бола берсін. Ата-апалары аман болсын. Мына жақтағы ата-апалары, нағашы ата-апалары аман болыңыздар. Құдағилар, сіздер де аман болыңыздар. Тек қана барлықтарыңызға денсаулық тілеймін. Ашық аспан, дастарханымыз әрқашан осындай жақсылықтарға жайыла берсін. Қайда кетсек те аман болайық, сіз бізіміз таусылмасын. Кішкентайымыздың жасы ұзақ болсын. Ал енді құрметті қонақтар, біздің кішкентайымыздың туған күні құтты болсын, дені сау болсын, жасы ұзақ болсын. Денсаулық тілеймін, осы кішкентай Айбарымыздың болашағы жарқын болсын. Осы бір үлкен отбасымыздың жалғасы болып жүре берсін. Барлықтарыңыз аман болыңыздар. Сау болсын. Ал бүгінгі Айбар баламыздың туған күні құтты болсын. Бүгінгі бір жасқа келіп жатыр, үлкен азамат болсын, халқына қалаулы үлкен азамат болып, елін өлетін, жерін өлетін үлкен бір батыр болсын. Атасы мен апасының мақтанышы болып, шешесінің атын шығарып, тек қана биіктерде көрінсін, шауып жүгіре берсін, үлкен азамат болып, соның қуанышын көре берейік. Тек қана ең басты баяу денсаулық мықты болсын, қалған бәрі болады. Ал Айбардың туған күні құтты болсын, денсаулығы мықты болсын, шауып жүре берсін, қуанышына тоймай жүре беріңіздер сіздер. Дастархандарыңыз тек қана жақсылыққа жайыла берсін. Ал енді Ағапай Айбардың туған күні құтты болсын. Азамат жүре берсін. Жүрегің өмірім таусылғанша Айбарды қасымда ұстап жүруге ант етемін. папасы ант беріп жатыр. Адамы нық болсын, малы берік болсын, Қазақстанымыздың үлкен бір азаматы болып, өзіміздің бәріміздің мақтанышымыз болып жүре берсін. Артын күні қарнасы жүре берсін. Баламның тойы алғашқы жақсылығы деп бауырларымыздың басын жинап, өте керемет кеш болып жатыр. Рахмет сізге. Осы Айбардың қызығын көріңіз.
Бағанада айттым ғой, Айбардың Алла бұйырса тойында шапқылайық. Айбардың тойында төрде отырыңыздар. Тек қана жақсылыққа жайылсын дастархандарыңыз. Гүлжанды ұзатып Алла бұйырса үйлеріңізде үлкен бір той болсын. Тек қана жақсылық болсын. Өздеріңізді қатты жақсы көреміз, сыйлаймыз. Нұржан мен Арайға не тілеймін? Өсе берсін, өне берсін, көбейе берсін, бай болсын. Ұрпақтарымен мың жасандар. Тек қана осы әулетті өсіріп, өндіріп, байытып, ең үлгілі бір жақсы семьядан болыңдар. Әрқашанда тілекшімін сендер үшін. Айбардың туғаны болсын, бір жасы ұзақ болсын, үлкен азамат болсын, дені сау болсын. Ендігіне ғана сүндет тойына келеді. Айбардың туған күні құтты болсын, дені сау болсын, өмір жасы ұзақ болсын, бақытты балалық шақ тілеймін. Ең жаман күн деген осындай дастархан болсын. Жақсылап сөйлейік, кішкентай көрсін. Нұржан бауырым мен келінім екеуіне де бақыт тілеймін. Бірінші баласы мен екінші баласы ата-апасының екен, ол ары қарай жалғастырсын. Футбольный команда жасасын. Ренжіп отыр ғой енді біздікі қашан болады деп. Не деймін енді, барлықтарыңыз үйлеріңізде осындай той болсын. Сол үшін алып қойыңыздар. Ал бүгінгі Айбардың туған күні құтты болсын, жолы ашық болсын, бақытты балалық шақ тілеймін. Осы қуанышына келіп, осы әр қуанышын бөлісіп жүре беріңіздер, құда-құдағилар. Сіздер аман болыңыздар. Нұржан мен келін атынан ұл-қыздар елей берсін. Әр қуаныш жақсылықты бөлісе берейік. Рамазанның соңғы айында, соңғы күнінде тілеп атқан тілектеріңіз қабыл болсын. Рамазан мерекелеріңіз құтты болсын. Барлықтарыңыз тойдан тойға аман есен жүре беріңіздер. Тойды бөлісіп, жақсылықты бөлісіп көбейет дейді. Жақсылығымыз көп болсын. Ел жұртымыз тыныш, заманымыз тыныш болсын. Ел жұртымыз заман. Ал енді алдарыңыздағы астарыңыздан алып отырыңыздар. Әрқашан тойда өстіп, басымыз қосып, қоламыз түгел. Той тойлап жүре берейік. Аман болыңыздар, тойдан тойға жете берейік. Ассалаумағалейкум. Айбар баламыздан туған бірінші туған күні құтты болсын, денсаулығы мықты болсын, әрдайым алды ашық болсын, иманды, жүрегінде иманы бар балалардан болсын. Үлкендердің сөзін туған күні құтты болсын. Нұржан, пока выше көтере бер. Ой, байланбаған ғой yok. Шыжғырады ғой бәріміз. Асау. Асау. Үлкен азамат болсын. Мамсик болам дейсің. Ничего не надо, сам по себе буду дейді. Қолына байлап алып кетеді, әке қолына байлап беріп. Дәрігер болады. Туған күні құтты болып, тек қана денсаулық тілеймін Айбарға, үлкен азамат болсын, жақсы бір маман иесі болып, осы мамасын, папасын, атасын, апасын бағатын бала болсын.
Сіздерге де осылай сыйлап келгендеріңізге өте рахмет көп. Не деймін, сөйлей Менің алмай. артынан Гүлжан деп жүгіріп жүрсіңдер. Иә, менің атымнан тәте деп жүрсің. Тәте дейді ғой. Сол енді. Дегендеріңізге рахмет. Айбар, бақырып жатса, Гүлжан келіп көтерсе қоя қояды. Ебін Табамыз ғой енді баланы. Бірінші бала емес енді. Кейін айтамын ғой, сендер мені байға тимей жындығы жүретін болды. Сөйтіп күлетін. Біреуі мұрақтан, біреуі мұрақтан мен жынды болатын. Сөйтіп күлетінім бар енді. Деген енді балалы базар енді ол өте керемет. Әр үйге сондай бақыт сыйлаймын. Тілеймін, точнее. Өзім де бақытты бол. Әмин. Елде күйеуге келіп кетсең, мен алысасың, елдің мен алыспайсың. Енді ол бұйыртқан. Біреудің баласы бақпайтын. Мен байға тимей жындығы көтеретін болыңдар қойып. Оған бәріміз білеміз ғой шексен. Ана көптен ғой өзінің баласына қызымды шешесі айтып отырғаны қызды мынаның ана күйеуі болып алып кетсең не бірақ тұрсам анаға қатын алып берсең өзі бөлек шығып кетсе деп жоқ бәлен шығара беретін болды ғой